Всем привет! Кеше түнде скорыймен адамдар келді. Османды қарап, үстіне жаңа салқын деген жылы сумен обтирание жасап кетті. Кішкене түсті енді. Под утро вообще қатты 38-ден асып кетті. Ибуфен қайттан бердім, құсты, іші өтті, мына миндалиттар ісіп тұр екен акасы. Бірақ кеше скорыйда келген қыз бен жігітке риза болдым бар ғой. Бәрін айтып, үстін жаңа обтираниясын жасап, мойнын қарап, барлығын айтып түсіндіріп кетті. Жұмыстарыммен шығайын деп жатырмын. Өнесі дайындал, көтең дайындал. Мен не қосып қоямын? Камера қосып қоямын. Бүйтеді, сен салып көргенсің ба уколды, или мен подопытный боламын ба дейді. Мынандай кішкентай мысық, мен негізі мысықтарды жек көремін, бірақ мына мысықты ұстап көрейін деп тұрмын. Мысық ұнатпайтын менмін ғой. Козировтар өзі сондай болады, мысықты онша жақсы көрмеймін. Менің мамам да козировта, тоже мысықты жек көреді. Бірақ анда-мында пи-пи-пи дегенді ұнатамын енді. Бірақ бірге тұра алмас едім, бұлардың горшоктардың иісінің өзі біраз ғой. Мынаны Ерасыл көрсе қазір жылайды, мама, үйге келші деп. Тамақ берсем, жемей жатыр, ана жаққа тамақ салып қойғам. Специально тамақ алуға ана жақта магазин жоқ, бұл жақта. Мышық, мышық. Ештеңке алмайын ба десем, Мунис айтыр, мен келсем бірдеңке алғыза береді маған бар. Мал сен маған бірдеңке алғыза бересің. Өзбекстанға алып кетеміз мысалы. Біресе белім ауырды дейді, біресе анау. Біресе бешбармақ жеймін дейді. Ол еркеледі бұл маған бар ғой. Мама. В общем, бір күн расходсыз бола ма десем, болмайды ғой. Мен жоқ болсам да расход, бар болсам да расход қой. Базарға барып келатырық. Еще бізде самый страшный тоқай тупойдың жасап кеткен теплый полы. Тесік па бірдеңке, біз соны бүгін напор жіберіп тексеріп жатқанбыз ғой. И ауа пропускать етіп жатыр. Если ол ауа пропускать етіп ертең су жіберетін болса, су ағып, ламинаттардың бәрі көтеріледі. Сол үшін, сол косяк болып жатыр ғой, былай айтқанда. Сіздеріңізге қайырлы кеш, эфирден шығып, студияның төңірегінде жүрмін, пробканың басылғанын күтіп. Бүгін байқағандарыңыздай, эфирде біраз сәл түсініспеушіліктер көп болып кетті. Я, мен кінәлі шығармын, мүмкін барлығында болатын жағдай шығар. Кейде бір сөйтіп эмоциямен айтып қойған жайымыз бар, еще тікелей эфирде. Енді барлығын түзеттік, Бинурмен сөйлестік, келісілді, шешілді. Бізде барлығы жақсы, уайымдамаңыздар. Енді алдағы уақытта барлығы жақсы болады деген ойдамын. В общем, бүгін апортқа шақырған болатын, енді сол жаққа қонақ болып барып қайттық. Одан соң қазір енді үйге қарай кіріп бара жатырмыз. Бұрынғы Женсида тұрған кездегі квартираны алып қайтып жатыр. Сол жақта магазинге қалдырып кеткенбіз. Негізі квартирада қалып кеткен ғой. Сөйтіп үйіне келсе магазинге қалдырып кеттім, алып кете берсеңіздер болады дегеннен кейін магазиннен алып кеттік. Енді ары қарай да жігітім шашқа кетті. Сонымен біз жеңге екеуміз жеңге бағана үйге кіріп кеткен, мен заттарды алып енді кіріп жатырмын. Қайырлы күн, барлықтарыңызға қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Мені сағынып қалған шығарсыздар. Я, көрдім сообщенияларыңызды, іздеп жатқан жандар көп рахмет. Бірақ менде бәрі жақсы, шүкір. Тек қана өзім инстаграмнан демалғым келгенім бар. Жай ғана бір айдай ма шықпадым ғой специально. Бір демалайын, сеттен демалайын, вообще кішкене инстаграмнан демалайын деп шыққан жоқпын стористерге. Сол үшін инстаграмды кішкене тоқтатып қойғаным бар. Так, менде бәрі жақсы, жұмысқа тұрдым, қазір таңмен жұмыс жасап жатырмын. Сол үшін инстаграмды кішкене қолым тимей жүр десем де болады. Өзімде шыққым келген жоқ. Сол, өздеріңізде қалай, бәрі жақсы ма?